Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. 7-ші бөлім денсаулық зор байлық. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымен танысып болыңдар. Мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазбаша жұмыстарды орындауда қолдану. Тірек сөздерді дұрыс қолданып, иллюстрацияларды сипаттай білу. Балалар, ой қозғау әдісі арқылы біз алдыңғы сабағымыздың тақырыбын болжайық. Кока-кола, пицца, спагетти, гамбургер, фрикартобы, суши, донер және хот-дог. Балалар, қане ойланып көрейікші, бұл тағамдар қалай аталады? Фастфуд ағылшын тілінен аударғанда тез тамақтану, тез әзірленетін тағам деген мағынаны білдіреді. Ал енді қалай ойлайсыңдар? Осы тағамдар адамның ағзасына пайдалы ма, жоқ зиян ба? Осы сұрақтарға біз жауаптарды бүгінгі сабағымызда алатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фастфудтың зияны. Сабағымыздың мақсатына келетін болсақ, мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орында қолдану, иллюстрацияларды сипаттау, бағалау критерийі, тыңдалған мәтін мазмұнын түсінеді бала, нақты ақпараттарды анықтайды, мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орындап қолдану. Ал енді сабағымыздың жаңа сөздермен таныс болайық. Тез бұзылады, яғни лезде білінеді. Быстро портящийся. Ескерту, есіне салу, напомнить. Жиі, часто. Сапа, качество. Артық салмақ, лишний вес. Осы жаңа сөздерді балалар есімізге сақтап, сөздік кітаптерімізге жазып алайық. Үшінші тапсырма, мәтінді тыңда. Бүгін мектепте фастфудтар деген тақырыпта сынып сағаты өтті. Сынып сағатында оқушылар және гастроэнтеролог дәрігерлер қатысты. Дәрігерлер мектеп оқушыларына тез дайындалатын тағам туралы айтты. Гамбургер, хот-дог, чипсы, газдалған сусындардың зиян екенін ескертті. Олар, дайындаушылар фастфуд тағамдарының сапасына қарамайды. Сондықтан фастфуд тағамдар тез бұзылып, көп ауруға себеп болады. Балалар фастфуд тағамдарын жақсы көреді. Ол денсаулыққа зиян. Сендер дұрыс тамақтана біліңдер, деді. Қазір 6 жастан 14 жасқа дейінгі балаларда қаназдық ауру жиі кездеседі. Ал асқазан ауруы бірінші орында тұр. Фастфуд тағамдары артық салмақ қосады. Балалар, мәтінді жақсылап тыңдаған болсаңдар, айтылымдағы сұрақтарға дайын болыңдар. Айтылым. Балалар, мектепте не өтті? Сынып сағаты қандай тақырыпта өтті? Оған кімдер қатысты? Дәрігерлер оқушыларға не туралы айтты? Фастфуд тағамдары неге тез бұзылады? Фастфуд тағамдарының қандай зияны бар? Ал енді балалар, жауаптарымыз дайын болса,
өзімізді тексерейік. Мектепте сынып сағаты өтті. Сынып сағаты фастфудтар деген тақырыпта өтті. Оған оқушылар, дәрігерлер қатысты. Дәрігерлер оқушыларға фастфуд туралы айтты. Дайындаушылар фастфуд тағамдарының сапасына қарамағандықтан тез бұзылады екен. Фастфуд тағамдары қаназдық, асқазан, артық салмақ ауруларына келтіреді. Балалар, сендердің де жауаптарың осындай деген ойдамын. Балалар, енді жазылымды орындайық. Выполните письменное задание. Қажетті сөздер бүгін, артында, таңертең, мұнда көптіктерінің орнына қойып, дұрыс сөйлем құрыңдар. Ал енді балалар, жауабымызды тексерейік. Сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Ал енді балалар, келесі тапсырманы орындайық. Пікірлер сызығы әдісі арқылы өз ойыңды білдір. Вы должны, дети, выразить здесь свое мнение. Фастфуд маған ұнайды, себебі. Фастфуд маған ұнамайды, себебі. Ал енді балалар, ойымызды тексеріп көрейік. Фастфуд маған ұнайды, себебі өте дәмді және арзан тағам. Фастфуд маған ұнамайды, себебі адам ағзасына өте зиян, көп ауруға себеп болады. Сонымен балалар, бүгін сабақта мәтін мазмұнын түсініп, негізгі ойды анықтадық. Жазба жұмыстарында мекен және мезгіл үстеулерді қолдандық. Зиянды тағамдар туралы сұрақтарға дұрыс жауап бердік. Жарайсыңдар балалар. Ал енді сендерге үйге қосымша тапсырма. Пайдалы тағамдар туралы мәлімет дайында. Вы должны приготовить либо презентацию, либо информацию о полезных продуктах. Сабағымыз аяқталды. Сау саламат болыңдар балалар.